Ассаляму-алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай керемет сникерс трайфлын жасайтын боламын. Бізге қажетті заттарымыздың барлығын осы жерге толықтай жазып қойдым. Қарап жасай берулеріңізге болады. Ең алдымен бізге жұмыртқаларымыздың барлығын жарып аламыз. Одан кейін қантымыздың жартысын ғана салып, миксермен жақсылап миксерлеуге кірісетін боламыз. Жарты қантымыздың барлығын салып, яғни қалған қантымызды толықтай жақсылап миксерлеуіміз қажет болады. Миксерлеп болғаннан кейін жаңағы сүтімізді және де сұйық май, жылы суымызды құйып, араластырып, қалған яғни какаомызды, ас сода мен разрыхитель және де ұнымыздың жартысын салып, жақсылап барлығын миксерлеп алуға кірісетін боламыз. Яғни барлық массамыз толықтай жақсылап араласуы қажет. Араластырып болғаннан кейін осылай арнайы формамызға құйып, духовкамызға жарты сағат көлемінде 150 градуста пісіретін боламыз. Яғни біздің қамырымыз дайын болғанша кремін жасауға кірісетін боламыз. Кремімізді құйып, яғни миксермен жақсылап араластырамыз. Одан кейін қант ұнтағын және де вареный сгущенкамызды салып, барлығын, яғни толықтай креміміз қоюланғанша араластыратын боламыз. Міне біздің креміміз осындай қоюлықта болып шығуы қажет. Яғни арнайы осындай мешочегімізге салып аламыз. Қамырымыз пісіп болғаннан кейін осылай қолымызбен жақсылап үгітетін боламыз. Дайын қораптарымызға осылай үгітілген қамырымызды, яғни барлығын жақсылап салып шығуымыз қажет болады. Және де дайын тұрған кремімізді осылай барлық жерге жағып шығуымыз қажет. Яғни тағы да үгітілген қамырымызды екінші рет толықтай салып шығуымыз қажет болады. Және де тағы да кремін бетіне толықтай салып шығуымыз қажет. Ең соңында шоколад пен арахисіміз араласқан глазурімізді салуды ұмытпаймыз. Міне біздің ерекше дайын болатын сникерс трайфлымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де барлықтарыңызға ас болсын.